Уамин таракиби тамиз, және тамиздің құрылымдарына мыналар жатады, тамизге мыналар жатады дейді. Қаулука, сенің мына бір сөзің. Баат таджиру ирдаббан қамхан дейді. Сатушы бір ирдаб қомх. Қомх деген бидая. Бір ирдаб деген бір өлшем қолда. Сатушы бір ирдаб қомх бидай сатты дегенде, ирдаббан деген мафғул бих, қомхан деген тамиз. Ва қинтаран суккаран, және бір қинтар шекер сатты. Қинтар деген салмақ өлшемі, суккар деген қант. Бұл жерде суккаран деген тамиз. Ва миата зираин хариран, және 100 шынтақ не сатты? Жібек сатты. Хариран деген тамиз, өткен зира ұзындық өлшемінен кейін кеп тұр. Ваштарайту соан шаиран, сөйтіп бір шаир арпа сатып алдым. Соқ деген бұл көлем өлшемі, соқ деген бір литр сияқты бір ыдыс қой, соқ деген. Ритлан асаран, бір ротл асал сатып алдым, бал сатып алдым. Асаран деген тамиз, өткен ротл деген салмақ өлшемі. Зираан суфан, және бір шынтақ жүн сатып алдым дейді. Зираан деген тамиз. Яғни ұзындық, көлем, салмақ өлшемдерден кейін келген исімдер не екен? Тамиз деп аталады екен. Ва хаказа мин кулли таркибин иштамала ала исмин. Осылайша бүкіл құрылымда иштамала ала исмин, бір исімді қамтыса. Иштамала қамту деген сөз. Байяна айнал муради мин исми қаблаху. Алдыңғы исімнен айнал мурад, мақсаттың нағыз өзін баяндап берсе, яслуху лиан юрада бихи ашяу касира. Одан көп нәрселер мақсат етілуі дұрыс болатын. Яғни одан көптеген нәрселер мақсат етілуі дұрыс болған исімнен кейін келіп, сол исімнің не нәрсені мақсат еткенін айтса, ол тамиз деп айтылады, иә? Айттық қой. Міне. Вахаказа, осылайша мин күлли таркибі, әрбір құрылымда дейді, әрбір сөйлемде. Иштамара ала исім, сол сөйлем бір исімді қамтыса, қандай исім? Байяна, ол баяндап тұр сол исім. Айнал мурад, мақсаттың нақ өзін. Мин исмин қоблаху, алдында келген исімнің мақсатын баяндап тұрса. Қандай исім ол алдында келген исім? Алдында келген исім мынандай дейді. Яслуху дейді, ол исімнен дұрыс болады дейді. Салмақ өлшемі мысалы, қинтар деген сөзден дұрыс болады дейді. Лиан юрада бихи ашяу касира. Көптеген мақсаттар көзделеді дейді. Мысалы, қинтар десек, көп мақсатын көзделеді. Захаб, фиддотун, харир, кез келген нәрсе көзделеді. Соның қайсысы екенін ажыратып берсе, ол тамиз деп айтылады екен. Уахир даван алхамдулиллахи раббил аламин.